Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін біз балды торт жасайтын боламыз. Бұл балды торттың бір ерекшелігі ешқандай пропитканы қажет етпейді және оқтаусыз жайылатын, жылдам дайын болатын торт. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге бір банка бал, осы балмен де өте әдемі, өте жұмсақ торт шығады. Және де ерітілген сары май, шекер, сода және де 4 жұмыртқа ұн қажет болады. Ал енді балымызды суда ертіп аламыз. Балымызды осында қайнап тұрған водяной парда ұстайтын боламыз. Кемінде 20 минут тұру керек. Балымыз еріп жатқан уақытта біз жұмыртқаны жақсылап миксермен ағарғанша араластырып аламыз. Шекерді салып, жақсылап араластырамыз. Біздің жұмыртқамыз дайын болды. Енді 20 минут тұрған балдың үстіне 2 шай қасық сода салып, 2 минут жақсылап араластырамыз. Бұл кезде мұқият болу керек. Міндетті түрде 2-3 минут араластырған дұрыс. Өйткені соданың қышқылдамы қамырдан шығып қалуы мүмкін. Сол үшін жақсылап араластырғанымыз дұрыс. Өзінің көбігі басылады. Жақсылап араласқан балдың үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз. Байқасаңыздар, сары май толық ерімеген. Өзі ыстық балдың үстінде ериді. Майда толық еру керек. Майымыз еріді. Енді 2 массаны бір-біріне біріктіреміз. Ыстықтай құюға болмайды, аздап суытып барып құямыз. Енді бір екі массаны араластырып бір-біріне біріктірдім. Енді осы кезде таразы керек болады. Таразымызға 320 көлемінде ұн саламыз. $320-330 грамм ұн қосамыз. Тағы да миксерлеп аламыз. Бұндай сұйықтықта әдемі масса шықты. Енді пісіруге кірісеміз. Пергамент қағазымды 5-ке бөліп алдым. Және де өзіме көрінетіндей, өзіме керекті диаметрді сызып алдым. Мен қазір 28 сантиметрлі диаметрлі формамен жасайтын боламын. Кольцомен де жасасаңыздар болады. Мен өзіме ыңғайлы сразу сызып алдым. Және де қамырымызды теңде 5 бөлікке бөліп құйып шығамын. Теңде етіп 5-ке бөліп алдым. Енді спатула көмегімен біркелкі етіп тегістеп жағып шығамын. Жанынан асса да болады, өйткені бізге крошкаға керек болады, сыртын қаптағанға. Мен әдейі асырып істеп жатырмын.
егер диаметрі кішкентай көлемде жасасаңыздар 8 қоршыққа дейін шығады. Ары биік болып шығады. Тегіс болып жайылды. Енді пісіріп аламын. Балды тортымыздың кремін жасайтын боламыз. Креміне сливки, натуральные сливки, 33%, және де сгущенка керек болады. Творожный сыр қосу міндетті емес. Бар болса қоссаңыздар жақсы, және де 20%, не 25% қаймақ қосасыздар. Ал бастаймыз. Бірінші сливкемізді құйып аламын. 350 грамм сливкиді құйдым. 100 грамм творожный сыр салдым. Және де 120 грамм 20% қаймақ қосып жатырмын. Және де сгущенкадан тура солай 120 грамм қосамыз. Және де 50 грамм шекер қосып жіберемін. Мұнда барлығын жақсылап араластырамыз. Крем дайын болды. Өте нежный крем шықты. Енді осыны қоршықтарымызға жағып, қоржығымызды жинайтын боламыз. Қоржықтар пісті. Енді жан-жағын бөліп алдым. Енді жан-жақтарындағы артық қоржықтарын алып блендермен езіп шығамыз. Ол бізге сыртын қаптағанға керек болады. Осылай етіп, кремімізді теңдей бөліктерге бөліп шығамыз. Әр қоржықтың үстіне бірінші астын жаңағыдай мен сияқты алып, мысалы 2 қасықтан саласыздар ма, 2 қасықты салып аласыздар. Осылай жинайсыздар мені. Алғанда оңай болады. Міндетті түрде пергамент қағазын ажыратып алыңыздар осылай. Бұл балды торттың бір ерекшелігі, ешқандай да пропиткаға қоймаймыз. Сразу кесіп жей берсек те болады. Жоқ, тұрсын десеңіздер 20 минут қойып, одан кейін жей берсеңіздер болады. Өте жұмсақ, әсіресе үлкен кісілерге жегенге жақсы. Кремі де сондай бір мороженое сияқты күшті болып шығады. Тез сіңетін торт. Почти тортымыз дайын болды. Қазір бетіне крошкасын жауып шығамын тегістеп. Алдағы уақыттарда заварной креммен бөлісемін, және де дипломат креммен бөлісетін боламын. Сіздер менің каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымды жоғалтпас үшін. Сонда әр рецепт салған кезде менің видеоларым сіздерге көрініп тұратын болады. Жан-жағын бәрін крошка жабысу үшін осылай кремін жағып шығыңыздар.
Енді бетіне крошкасын жақсылап жан-жағын барлығына жағып шығамыз. Міне менің балды тортым дайын болды. Оңай әрі жылдам дайын болатын торт. Сізде отбасыңызға жасап беріңіз, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліңіздер, қоңыраушаны баса кетіңіздер, ұнаса комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Рахмет.